Бүгінгі таңда анық болған вирустар санын нақты айту қиын. Тіршілігіміз қарқынды дамыған сайын, бактериялар мен вирустардың да өзгеру қарқыны байқалуда. Тіпті кезінде белгілі болған вакциналардың бүгінгі күні дәл сол вируспен күресуге қауқары жетпейтіні мәлім. Осыған орай ғылымның күнделікті дамып, жаңа тіршілікке кері әсері жоқ вакциналардың дайындалуы өте маңызды. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтары әлемдегі ең бір өзекті мәселелерді шешуге атсалысып жүрген, биоқауіпсіздікке арналған зерттеулермен әлемде танымал вирусолог, ветеринария ғылымдарының докторы профессор Сансызбай Абылай Рыспайұлы және ветеринария ғылымдарының докторы профессор Әбутәліп Аспен Әбутәліпұлы. Қош келдіңіздер. Абылай Сансызбай Рыспайұлы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, ғылым комитеті, биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты, республикалық мемлекеттік кәсіпорынның бас директоры, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі. Ғалымның жетекшілігімен сақау, пастереллез, трихофития, лимфангоид, стрептокоз, ринопневмония және туберкулез аурулары бойынша фундаменталды зерттеулер орындалып, жылқылардың сақау ауруына қарсы инактивтендірілген вакцина және осы ауруды емдеуге және химия алдын алуға бағытталған тиімділігі жоғары препарат Этабитс жасалған. Әбутәліп Аспен Әбутәліпұлы, Қазақ ветеринария ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор. Абылай мырза, биоқауіпсіздік мәселесі жөнінде өзіңіздің бастамаңызбен Қазақстанда шығарылып жатқан вакциналар туралы анығырақ айтып берсеңіз. Биоқауіпсіздік мәселесі бүгінгі таңда ерекше орын алып отыр. Кейінгі жылдары бірнеше вакцина дайындалып отыр. Біздің ғылыми зерттеу институтымызда 19-ға тарта вакцина ветеринария саласында және диагностикумдар және медицина саласында да егемендік елімізде бірінші рет қуанатын жағдай. Бірінші болып 2 вакцина, казфлювакс және рефлювакс құс тұмауына және тоңыз тұмауына қарсы 2 вакцина жасалынып, зерттелініп, бүгінгі таңда тіркеуден өтіп отыр республика көлемінде. Бұл 2 вакцина шетелдің клиникалық зерттеулерінен, сынақтарынан өтті. Негізінен Россияда Мечников атындағы институт, Тарасевич атындағы институт және тұмау ғылыми зерттеу институтының барлық клиникасынан өтіп, жақсы результаттары алып, одан нәтиже алып, соның салдарынан 2 вакцинада қазір пандемиялық тұмауға қарсы вакцина жасалынып отыр. Егер қазір өздеріңізге жақсы белгілі, мынау шетелдерде, оның үстінде Қытайда кейінгі кезде N7, N9 деген жұқпалы ауру қоздырғыштар қоздырып жатыр ауруды. Осыған қарсы да біз мына ВОЗбен бірігіп отырып, келешекте вакцина жасаймыз ба деген ойымыз бар. Ал оның сыртында мынау жылда адамдарға егіліп жатқан маусымдық вакцина, сезондық вакцина дейді. Адам тұмауына қарсы осы вакцинада қазір бізде жасалынып, клиникалық сынақтан өтуде. Биотехнологияның тағы бір өрісі ол биоинженерия әдістерін қолданып, медицинада арзан әрі қолжетімді, экономикалық жағынан тиімді дәрілік препараттар мен вакциналар алу болып табылады. Гендік инженерия ол функционалдық активті генетикалық құрылымдарды рекомбинаттық ДНК молекулалары түрінде қолдан құрастыру. Гендік инженерияның мәні жеке гендерді бір организмнен алып, басқа организмге көшіру. Бүгінгі биотехнология ғылыми техникалық прогрестің қуатты қозғаушы күші болып келе жатыр. Биология ғылымының соңғы жылдардағы жетістіктері әсіресе молекуляр биология мен клеткалық биология саласында биотехнологияның қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздері болды. Сонымен қатар биотехнология биологиялық процестер мен объектілерді пайдаланып, экономика жағынан маңызды заттарды шығаратын өндірістің ерекше бір саласы болып қалыптасты. Олар антибиотиктер, витаминдер, ферменттер, амин қышқылдары, белоктар, интерферон, вакциналар және тағы басқасы. Демек, азық-түлік фармацевтикалық, химиялық өнеркәсіптері мен ауыл шаруашылығының болашақта дамуы биологиялық технологияларсыз мүмкін емес. Дүниедегі танымал вакциналардың, препараттардан сіздің шығарған вакцинаның ерекшелігі неде? Өте жақсы сұрақ. Бұның ерекшеліктері өте үлкен. Себебі бұл жасалынып жатқан вакциналар рекомбинанттық штамнан жасалынады. Ол обратный генетика дейді. Оның жасалу тәсілі, технологиясы мүлде бөлек. Бұл мынау шетелде жасалып жатқан жұмыстар, генетикалық молекулярлық жұмыстар осы біздің елімізде жасалып жатыр. Және біздің жасалып жатқан біздегі вакциналар ешқандай кемшілігі жоқ шетелден. Кейінгі жылдары біз мысалы өте бүгінгі таңда мына мал шаруашылығында бруцеллез ауруы дейміз, сарып ауруы, немесе адамдарда
туберкулез ауруы. Біз осыларға қарсы векторлық вакцина дайындап жатырмыз. Векторлық вакцина деген ол Америкада жасалынып жатыр, Канадада, Жапонияда да, бізде де солай жасалынып жатыр. Сонда сіздің жаңа шығарған вакциналар адамдарға арналған вакцина ма, әлде жануарларға арналған вакциналар ма? Ол адамдарға арналған вакцина, адам туберкулезіне қарсы арналған вакцина, ал жануарларға арналған вакцина өте көп бізде. Біз қазіргі таңда мынау ауыл шаруашылығы министрлігінің заказымен 4 вакцинаны өндіріске енгізіп шығарып жатырмыз. Ол мынау күл ауруына қарсы, бұзау таз ауруына қарсы, қара сүйел деген аурулар бар, осыларға қарсы вакцинаны біз шығарып енгізіп жатырмыз өндіріске. Оның сыртында біз мынау түрік елінде де вакцина шығарып, оған да енгізіп жатырмыз. Оның сыртында мынау бруцеллез ауруын алатын болсақ, бруцеллез мына өздеріңізге белгілі жылда бір Қазақстанға өте үлкен зиян келтіруде, жеке меншікке әсіресе. Оның сыртында мысалы былтырғы 2012 жылдың өзінде 34 мың ірі қара, 41 мың қой ешкі дейміз ғой, үй жануарлары, соларға сойылып немесе жойылып отыр. Мысалы бруцеллезбен ауырған малды бізде ветеринария тәртібіне байланысты оларды жағады, өртеп жібереді. Қаншама елімізге экономикалық зиян келіп отыр. Осыған қарсы біздің жасалып жатқан вакцинамыз, қазір шетелде көптеген вакциналар бар. Мына Союздың кезінде бізге штамм 19 дейді, штамм 82 дейді, Реф-1 деген бірнеше түрі бар вакцинаның. Оны әртүрлі Россияның ғалымдары шығарған, Салмаков деген, Никифоров деген атақты ғалымдар. Біздің вакцина мүлде олардан бөлек вакцина жасап жатырмыз. Біздікі өте зияны жоқ малға. Және салған малымыз ауырып тұрма, жоқ, вакцинадан ауырып тұрма, өзі ауырып тұрма, оны бәрін анықтауға болады бірден. Аспен Әбутәліп мырза, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Бүгінгі таңда жаңадан шыққан вакциналар препараттың кері әсері болуы мүмкін. Соны ескере отырып, жаңағы Абылай мырзаның айтқан өзімізде шыққан вакциналардың препараттың кері әсерін анықтауға қанша уақыт кетуі мүмкін? Әлде сол кері әсері бар ма, жоқ па, сіздің ойыңызша? Жақсы, енді кез келген жаңа препараттарды өндіріске енгізу үшін міндетті түрде оны алдын ала өндіріс жағдайында сынақтан өткізу керек. Сол қай жануарға арналды, немесе адамға арналды ма, соған байланысты жүйелі түрде тексерістен өткізу керек. Содан кейін ғана барып, жаңағы қорытынды жасалып, ол препаратты өндіріске енгізуге бола ма, болмай ма. Бұл жағдайда мынандай көрсеткіштер есепке алынады. Біріншіден, жаңадан жасалынған препараттардың сол ағзаға зиянсыздығы, реактогендік қасиеттер дейді, яғни ол препаратты енгізгеннен кейін организмде болатын өзгерістерді бақылау. Одан кейін сол препаратты әсіресе жаңағы бруцеллезге қарсы абортогенді инфекция деп айтамыз, яғни іш тастайтын ауруларға қарсы қолданатын вакциналардың абортогендік қасиеті зерттелу керек. Яғни сол вакцинаны еккенде мал іш тастауы мүмкін. Сол қасиет бар ма, жоқ па, ол міндетті түрде тексерілетін. Одан кейін жаңағы мал, егілген мал ағзасындағы пайда болатын, сол вакцинаға қарсы пайда болатын антиденелер дейміз, сол антиденелердің организмде сақталу ұзақтығы. Жаңа былай Рысбайұлы айтып кетті, бұл кісілердің вакцинасының ерекшелігі жаңағы мына геномды вакцина деп, соның ең бір жаңағы біз күтетін жақсы қасиеті вакцинаны еккен малдың қан құрамында антиденелердің аз уақыт қана сақталуы. Бұрынғы мысалы тірі вакциналарды еккен кезде 6 айдан 1 жылға дейін сақталады антиденелер егілген малда. Ондай антиденелер кәдімгі ауырған малдарда да болады. Соны бір-бірінен ажырату өте қиын іс. Ондай ажырату әдістері жаңағы жолға қойылған әдістері жоқ деп айтуға болады. Сондықтан осы мәселе қолбайлау болуы мүмкін. Осыларды анықтап алғаннан кейін ғана сол препаратты өндіріске енгізуге жөнінде оң қорытынды жасау болады. Енді препараттардың ерекшеліктеріне байланысты қандай препарат тексеріліп жатыр, ол жаңа тексерілу мерзімі 1-2 айдан 1 жылға дейін созылады. Енді жаңа тексеруден бәрінен өтті ғой жаңағы Абылай мырзаның айтқан. Енді мен осыған байланысты Абылай Рысбайұлға сауал қойғым келіп отыр. Жаңағы бруцеллез вакцинасы әсіресе қызықтырады, өйткені жаңа өзі айтып кетті, республикада бруцеллез індеті өте кең көлемде етек алып отыр. Сондықтан осы вакцинаның қандай дәрежеде қазір дайындау
зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қашан бірінші сериясы пайда болады, қай уақытта оны біз өндіріске енгізуге мүмкіндігіміз бар. Содан кейін жаңағы мен айтқандай абортогендік қасиеттері бар ма, серологиялық тексерулер қай уақытта мүмкін вакцинаны еккеннен кейін? Осыған жауап берсеңіз. Керекті мәселе болып отыр. Бұған бізде қуанып отырмыз. Қазіргі кезде осы бір сөзге қарсы вакцинамыз барлық лабораторный малдар дайымыз, соның барлығынан тексеруден өтті. Енді негізінен мынау ірі қараға арналғаны болғандықтан үлкен 11-14 бас ірі қарада негізгі қазір эксперимент жүріп жатыр. Осыған байланысты іш тастау қасиеттерін және қанда қандай өзгерістер болатын қасиеттерін соның барлық тексерілуде. Меніңше бір 2 айдың көлемінде бұл вакцина толықтай тексеріліп бітеді. Жылдың аяғына дейін біз барлық құжаттарды дайындап, келешекте осы вакцинаны бірінші рет Қазақстанда өндіріске енгізсек пе деген ниетіміз бар. Соған жұмыс жасап отырмыз. Барлық жағынан бұның жаңағы қасиеттері басқа вакциналарға қарағанда жоғары. Және ешқандай қауіпсіз. Негізінен жаңа айтып отыр, тірі вакцина, живая вакцина деп. Ол вакциналардың бәрі реактогенный. Реактогенный деп отырғанымыз ертең жаңағы малдарға іш тастатады, салған малдарға. Не болмаса басқа да қанында антитела болады. Ол ана ауырып тұрған мал ма, жоқ вакцинадан ауырып тұр ма, оны ажырату өте қиын. Бұл шығатын біздің вакцинада міндетті түрде егілген малды вакцинадан ауырып тұр ма, жоқ өзі ауырып тұр ма, оны анықтауға болады. Және де бұл диагностикумы, бұған бірінші ПЦР диагностикум деген бар, тізбектеу реакциясы. Бұл мен анықтап, қазір ИФА-мен де анықтауға болады, бірнеше серологиялық зерттеулерін жасауға да болады. Иммундау жұқпалармен күресуде ең тиімді шаралардың бірі болып табылады. Ол жыл сайын 2 миллионнан 3 миллионға дейін жұқпалы аурудан қайтыс болу жағдайларын қысқартады. Иммундау адамдарды емшектегі бала кезінен бастап, егде жасына дейін түрлі аурулардан қорғайды. Мысалы, дифтерия, қызылша, көкжетел, пневмония, полиомиелит. Иммундаудың артықшылығы кеңінен жас өспірімдер мен ересек адамдарға таралып, олардың өміріне қауіпті тұмау, менингит және рак ауруларынан сақтайды. Алдын алу екпелері жұқпалы аурулармен күресуде ең тиімді шара болып табылады. Айтарлықтай екпе көптеген жұқпаның аурушаңдығын төмендетеді. Сонымен қатар, екпе жасаудағы тағы бір өзекті тақырып болып табылатын екпенің қауіпсіздігі. Кез келген биорганикалық негіздегі дәрі-дәрмектің тіршілік иесіне зияны болатыны мәлім. Осы ретте бүгінгі күні органикалық екпелердің жасалуы үлкен мәнге ие болып отыр. Органикалық дәрі-дәрмек пен вакциналар кез келген ағзамен оңай сіңіріледі. Және биологиялық негізі бір болғандықтан, оның ағзаға зиянды әсерлері де болмайды. Онда тағы да сұрақ осыған байланысты. Енді осы вакцинаны қолданған жағдайда, еккен жағдайда, осы бізде қазір республикалық ветеринарлық зертханалар жүйелері бар ғой, әр облыста. Солар қанша уақыттан кейін малды еккеннен кейін тексеруге болады, рұқсат етіледі? 5 айдан кейін ба, 6 айдан кейін ба? Жоқ, бұл малды еккеннен кейін 2 айдан кейін тексеру беруге болады. Оған біз толықтай қазір жұмыстар жасап жатырмыз, және бұл вакцинаға бірінші дүниежүзілік патентке документін дайындап жатырмыз. Бұл жай ғана вакцина емес, дүние жүзіне келешекте тарайтын вакцина болады деген сеніміміз бар. Ал енді осындай вакцина елімізге керекті болған вакцина екенін айтып отырсыз. Осы вакцинаны, осы препаратты кеңінен қолдануға қандай кедергілер бар? Медицина саласында біз тек қана ветеринария саласы емес, адамдарға да вакцина жасап жатырмыз. Сондықтан бірінші вакцина болғандықтан, Қазақстанда жасалып отырған 2 вакцина тіркеуден өткен. Ол бірінші рет. Егеменді Қазақстанымызда кейінгі жылдар бірінші рет шығып жатқан вакцина. Осыған байланысты кедергілер көп. Оны клиникалық экспертизадан өткізу, тексеруден өткізу, сынақтан мәселесі медицина саласында өте қиын болып отыр. Неге десеңіз, осы күнге дейін ондай жұмыстар жасалмаған. Соған бірінші болып, пионер болып, біз соған жұмыс жасап отырмыз. Келешекте қазір жолға қойылды. Ветеринария саласында ондай алып баратқан кедергілер жоқ. Егер вакцина жасалып шығарылса, сынақтан өтсе, ол өндіріске енгізіледі. Сіздің ойыңызша жаңағы медицина саласында сіздің шығарған вакциналарыңызды қашан өндіріске енгізуге болады? Медицина саласында біз бірнеше жоспарлап отырмыз. Соның ішінде істеліп жатқан жұмыс адам туберкулезіне қарсы жасалынып жатқан вакцина. Бұл вакцина сынақтан өткізу Қазақстанда өте қиын болып отыр. Сондықтан бұл клиникасы ол шетелде өтті.
шетелдің ғылыми зерттеулерінде жасалынып, бұны Австрияның медициналық университетінің бірге жасадық бұл жұмысты. Екіншіден бұны мынау ақ тышқандарда жаңағы үй жануарларында тексеріліп, енді Сочиде 2012 жылы институт приматология деген бар, 24 бас маймылдарда тексеріліп, оның қасиетінің барлығын біліп, өте жоғары баға алып, биылғы жылы енді соны адамдарға тексеру біз Қазақстанда осы Құдай қаласа қыркүйек айында бастайық деп отырмыз. Ол тек қана біздің ғалымдар емес, шетелдің ғалымдарымен бірігіп, бірнеше елде тексеруден өтеді. Соның ішінде Қазақстанда мына біздің ұлттық туберкулез институты бар, осында Алматыдағы. Солармен бірігіп тексеруден өтейді деп жатыр. Абылай Ерсіпаевич, мен сізге бір-екі сұрағым бар, рұқсат болса соны қойғым келіп отыр. Мынау енді көп орасан зор жоспар жасап жатыр екенсіздер, биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытында. Бірнеше вакцина жасалынып жатыр, жоспарланып жатқан вакциналар бар. Ал осыларды өндіру үшін сізде жағдай бар ма, мүмкіндік? Мысалы, оларды вакцинаны шығару үшін қазір міндетті түрде халықаралық GLP талаптарына сай болу керек, өндіріс орны. Бұл салаға біздің министрліктің көмегімен өз институт маңайынан завод салмақшымыз. GMP производство дейді, жаңағы шетелдің кейінгі барлық ұсыныстарға сай келетін. Сол заводтың қазір бізден сметный документациясы, құжаттары дайындалып жатыр. Жылдың аяғына дейін сол завод жұмысын салу мәселесі басталатын деген ойдамыз. Біздің енді ертеңіміз жас мамандардың біліміне байланысты. Осы сіздерде істелінетін, жаңа істеп жатқан жұмыстармен айналысып жатқан жас мамандар бар ма? Оларды дайындау жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Бүгінгі таңда бізде мен өз тікелей өз шәкірттерім 7 ғылым докторы, 17 ғылым кандидаты және 2 PhD докторант оқып жатыр. Мына басталып жатқан жұмыс жайында бізде 70-ке тарта жас ғалымдар, 35 жасқа дейінгі жас ғалымдар жұмыс істейді. Олар ағылшын тілін жақсы меңгерген, шетелден жылына 30-40 адам жаңа тағылымнан өтеді, тәжірибеден өтеді, білімдерін одан ары қарай асырып, толықтай сеніміміз бар, біздің жастарымыз осы жұмыстың бәрін алып кетеді, және де биыл біздің институтымызға 55 жыл болады. Соған байланысты жаңа халықаралық конференция өткізейік деп жатырмыз. Сол тілде, тек ағылшын тілінде баяндап жасайды жастарымыз, және шетелдің ғалымдар келеді. Сондықтан бізде оның үшін айтатын болсақ, ең жас ғалым деген 2012 жылы Қазақстан бойынша біздің Табынов Қайсар деген азамат, лаборатория меңгерушісі. Одан кейінгі ең жас өнертапқыш деген ғалым Шапағат конкурсын жеңіп алған жастар. Олар да біздің жастарымыз. Және де биыл конкурс болған Шапағат сыйлығына. Соған біздің институтымыз Қазақстан бойынша бірінші орын алып отыр. Ол да осы жастардың еңбегі. Бәрекелді, Абылай мырза. Ал енді Аспин мырза, мен де сізге қояр сұрағым бар. Өзіңіздің салаңызда, ауыл шаруашылығы саласында, ветеринария саласында сізде қандай жаңалықтар бар? Мүмкін осындай вакциналар сізде де ашылып жатқан шығар. Жаңағы жастар мәселесі. Жақсы, ол жөнінде бір-екі ауыз айтып кетуге болады. Біздің Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институты жалпы Қазақстандағы ең көне ғылым ордасының бірі. Биылғы жылы 108 жыл толып отыр. Институтта 100-ден астам ғалымдар жұмыс істейді. Оның 19 ғылым докторы, 41-ден астам ғылым кандидаты жұмыс жасайды. Негізгі институттың бағыты инфекциялық патология жануарлардың. Солардың балау әдістері, давалау әдістерін жетілдіру, жаңасын ойлап табу. Осы жөнінде институтта 500-ден астам препараттар өндірілді. Бүкіл институттың осы жұмыс істеген уақытында. Қазір 50-ден артық препараттарға норматив техникалық құжаттар жатады, өндірістер, оның 30-ы өндірісте енгізілді. Биологиялық қауіпсіздік адамзаттың ең басты міндеттерінің бірі. 1975 жылы биоқауіпсіздік туралы халықаралық конференцияда рекомбинантты ДНК молекуласы экспериментінің негізгі қағидасы қабылданған болады. Биотехнология аумағында заңнама жасау әлі толық жөнге келмеген. Бір жағынан үкімет тарапынан биотехнологиялардың легализациясы болып жатса, екінші жағынан заңнамадағы өзгешеліктер өнімді глобалды нарыққа шығаруға кедергі жасап отыр.
Биоқауіпсіздік мәселесі жылдан жылға өзектілігі артып бара жатқан тақырып. Жер шарының әр мемлекетінде биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін көптеген жұмыстар атқарылуда. Себебі биологиялық қауіп елдің басты құндылығы адами капиталы мен экономикалық тұрғысына зиян келтіреді. Мәселен, бруцеллез індетінің зардабы ел экономикасына аса үлкен кесірін тигізуде. Ал біздің ел бруцеллез індетінің көрсеткіші бойынша бұрынғы Кеңес одағы елдерінің арасында екінші орында тұр. Әрине өкінішті, алайда бұл ащы шындық. Осының салдарынан ауруға тап болған азаматтардың да саны үрейлендірмей қоймайды. Ауыл шаруашылығында кездесетін мал ауруларының түрлері өте көп. Бүгін осы үлкен мәселені шешу үшін еліміздің белді ғалымдары жұмыс істеуде. Осындай зерттеулердің нәтижесінде бруцеллезге қарсы және жылқыда кездесетін трихофития, лимфангоид және туберкулез ауруларына қарсы вакциналардың жаңа түрлері ашылған болады. Абылай Рыспайұлы, жаңағы вакциналарға қайтып оралсақ, менің кішкене бір сұрағым бар. Сол вакциналардың, енді вакцина дегенде ол алдын алу қасиеті ма, әлде емдеу қасиеті бар ма? Содан бір анығырақ айтып кетсеңіз. Ол деген вакцина деген негізінен ол алдын алу қасиеті. Ал мына негізінен вакцина дегенде алдын алу инфекция болдырмау үшін алдын ала вакцина жасайды. Егеді. Ал негізінен біздің жасап отқан вакцинамыз туберкулез ауруына қарсы, немесе бруцеллезге болса да, бұл қасиетті емдік және алдын алу қасиеттері бар. Екі қасиеті бар. Екі қасиетте бар. Сондықтан бұл басқа вакциналардың айырмашылығы осыда. Ал бұл союз кезінде тек қана мұндай вакцина трихофития, Саркисов деген академик болған, сол кісі ғана бір вакцина болған, шығарған. Сол емдік және алдын алу қасиеті болған. Ол қандай вакцина? Ол против трихофития, бұзаутазға ЛТП-130 деген. ЛТП-130. Ал біздің шығарған вакцинаның екі де қасиеті бар. Емдік және алдын алу қасиеті. Бұл ерекше қасиет, оны келешекте тәжірибе көрсетеді. Рахмет, Абылай Рыспайұлы, Аспен Әбутәліпұлы, келіп осындай қызықты мәселені көтеріп отырсыздар. Осы сөзді қорытынды келе, тұжырымды сөздеріңізді айтып кетсеңіз. Тұжырымды сөз, біз ойлаймыз, қазір ғылым тек қана ол ғылым үшін ғана жұмыс жасамау керек. Ғылым өндіріске жұмыс жасау керек. Барып атқан шығарған жаңалықтар, ашылған жаңалықтарды өндіріске енгізіп, мына елге экономикалық пайдасын тигізетін ең ғылым сонда ғана өзін өзі ақтайды. Келешекте біз айтып отырмыз, индустриализация, коммерциализация деп, ғылым өзін өзі ақтаса, әр уақытта алға ұмтылады. Сондықтан елбасы айтады ғой, президент болмағанда кім болатын едіңіз деп, ғалым болматын дейді. Сондықтан ойлаймын, жастарға тек қана ғылыммен айналысу керек. Ғылым бар жерде табыс та болады, береке болады, Абай атамыз айтпақшы. Сондықтан ғылыммен айналысайық, табысын халыққа пайдаланайық, халықтың нәтижесіне ел игілігіне жарасын. Рахмет. Аспен мырза. Енді мен қорытындылай келе айтарым, бүгінгі әңгімеден біраз жасалынып жатқан шаруалар жөнінде хабардар болдық. Осы Абылай Рыспайұлы басқарған институттың жоспары да, қазіргі жасап жатқан жұмысы да өте ауқымды екені белгілі болып отыр. Және жасалынып жатқан жаңа препараттардың бәрі де, мен айтар едім, өміршең препараттар болуы тиіс, өйткені олардың бәрі қазір өндіріске қажет нәрсе. Әсіресе жаңа бруцеллез, туберкулез деген індеттер біздің Қазақстан Республикасында әлде елеулі орын алып отқан індеттер. Сондықтан осының бары сөзбен қалмай іске асып, жаңағыдай өндірістік сынақтан өтіп, соның талаптарының бәріне жауап беретіндей жағдайда жасалынған болса, тек өте керемет біздің табыс болады бүкіл республикаға. Енді менің тағы да айтарым, осындай шаруалардың басы-қасында жүрген Қазақ ғылыми зерттеу ветеринария институтында осындай сынақ жұмыстарында, басқа бірлесіп жасайтын жұмыстарына қатысып істейтін болсақ, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Препарат жақсы сапада дайындалып, нәтиже бұл еліміздегі індет ауруларын күрт азайтуға өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Іске сәт. Абылай Рыспайұлы, Аспен Әбутәліпұлы, осы біздің бағдарламаға келіп биоқауіпсіздік мәселесі, вирусология жөніндегі өздеріңіздің ашып отқан жаңалықтарыңызбен біздермен бөлісіп отырғандарыңызға өте үлкен рахмет айтқымыз келеді. 20 ғасырдың басында аз ғана вирус түрі белгілі болған. Соңғы 100 жылда вирусология ғылымында көптеген іргелі жаңалықтар ашылды. Вирусологияның маңызын бір бағдарлама барысында айтып жеткізу қиын. Қазіргі жедел дамып келе жатқан молекулярлық биология, генетика, гендік инженерия ғылымдары үшін вирусологияның маңызы зор. Ал Қазақстанда вирусология ғылымының әлемдік аренада алдыңғы қатарларда өз орны бар екендігіне бүгінгі бағдарламада көз жеткіздік. Сіздермен бірге болған бүгінгі ғылым.
Дендеріңіз сау болсын, кездескенше. Өзіңізді биологиялық тұрғыдан қауіпсізбін деп есептейсіз бе? Бұрында әрине қауіпсіздік болған, мысалы Целиноград уақытында. Қазір көбейіп кетті ғой, мына машиналар көп, ауа райы таза емес, мысалы ішкен тамақтың өзі де мысалы биологиялық тазалыққа көбі сол сәйкес келмейді ғой. Бұл енді экологияға байланысты ғой. Ондай мәселе бар, оны шешу керек. Сол себептен әрқашан бәрімізде тазалықты ұстау парызымыз. Тіптен бұнымен келіспеймін. Біріншіден біздің қолданып жүрген тағамдарымыздың құрамында СО2 жиі кездеседі. Мысалғы, газдалған сусындар. Оған қоса қазіргі таңда атмосферада зиянды газдар өте көп. Индустрия дамып келе жатқандықтан техниканы да сан алуан түрі кездеседі. Сол себепті де өзімді қауіпсіздік аймақта өмір сүріп жатырмын деп айта алмаймын. Және осыған байланысты менің өмір сүру жасымда азаяды деп білемін. Биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шараларға қалай қарайсыз? Очень даже положительно. Құптаймын. Соларға сене сүйене отырып, мен ауруға шалдықпаймын деп толық айта аламын. Вакциналау шаралары арқылы болашақта балаларым да ауру сырқаудан аман болады деп сенемін. Это вакцинация. И мои дети в будущем тоже не будут этим болеть. Биологиялық егу шараларына оң көзіммен қараймын, қолдаймын.